Қазір адамдарда жүрегім тыныш болмай тұр, қарызым бар, ана проблемам бар, мына проблемам бар деген адамдарға бір ұлы мүмкіншілік қой. Себебі сіздің танысыңыз бір нәрсені шешсе, бір нәрсені шеше алмауы мүмкін. Әке шешеңіз кейбір қажетіңізді өтей алмауы мүмкін. Жарыңыз, жұбайыңыз да сондай. Бірақ Алланың шешпейтін мәселесі жоқ. Алла қаласа, анау киттің түбіндегі, теңіздің түбіндегі киттің ішінде жатқан Жүніс пайғамбарды жағаға шығарып тастады ғой. Сондықтан сіз қандай қарызға батсаңыз да, қандай бір тұңғиық ойға кірсеңіз де, жалғыздықта қалсаңыз да, сізді ешкім түсінбей, жан-жағыңыздан барлығы сіз талап жеп жатса да, егер сіз осы айда Аллаға жалбарынсаңыз, Алла ұнайтын амалдарды жан таласып, бір 30 күн ғой, осы 30 күннің ішінде жасап үлгерсеңіз, 30 күннен кейін сіздің сөзсіз дұғаңыз қабыл болады. Алла сізді тығырықтан алып шығады, және өзінің тура жолына салады, және сізді жан-жағыңызды қысып тұрған қыспақтардан арылтып, кәдімгі тәуелсіз, азат, жаны тыныштықта, жүрегі нұрға бөленген пендеге айналдырып жібереді. Сондықтан қасиетті Рамазан айының ұлы мүмкіншіліктерін құр жіберіп алмаңыз. Бұл жай ғана бір жеңілдіктің, жай ғана бір кеңшіліктің айы емес, бұл Алланың рахымы жауатын ай. Осы айдың ұлы мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Өйткені серігі жоқ болған, қолдау қорғауға лайық болған жалғыз Алладан сұрап жатсыз ғой. Ал егер жалғыз Алладан сұраған адамның жары Құдай ғой. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.